мүмкіншілік бар. Осында біз қазір өздеріңіз білесіздер, парламентте заң қаралып жатыр, соның ішіне автор бойынша осы мәселелерді бізде енгізуіміз керек. Болашақта егер де біз осы заңның негізін жасап қоятын болсақ, алдағы уақытта заңды бұзбай ары қарай дамытудың көп мүмкіншілігіміз болады ғой деп есептеймін. Я хочу сказать, что қазақша Википедия это очень нами ожидаемый нужный проект. К сожалению, вот мы поднимали в парламенте эту информацию, значит, информации на казахском языке в Википедии очень мало, если сравнить, значит, с русским языком в 100 раз меньше получается. У нас всего лишь на начало года было 7 тысяч статей, на русском языке более 700 тысяч статей, на английском языке, вот мы слышим, более 3 миллионов статей. И реализация крупнейших проектов в индустриально-инновационной сфере предполагает в первую очередь не наличие оборудования, технологий, инвестиций, а грамотного населения, кто эти может технологии использовать. И в этом отношении это очень актуальный для нас вопрос. После того, как мы в парламенте этот вопрос подняли, правительство оказывает поддержку, и очень важно, что сегодня этим вопросом занимается общественное объединение, Викиблим, созданное специально, которое будет эти вопросы систематизировать, организовать, потому что эта энциклопедия делается населением самостоятельно. Все вместе участвуют в создании этой энциклопедии. И очень важно создать правильные правила игры, сделать качественный ресурс, сделать так, чтобы на самом деле те знания, которые там расположены, они могли быть качественно использованы. Сегодня во всем мире побеждают не те, кто создают только сами знания, а те, кто имеет возможность организовать доступ знаний для своего населения. Вот когда мы сделаем доступ к знаниям, мы тогда сможем крупные свои проекты реализовать. И в этом отношении я хочу пожелать успех. Мы продолжим работу в дальнейшем в рамках этого общественного объединения не только над, значит, заполнением энциклопедии до 200 тысяч статей до конца года. Еще важный момент, мы должны отрегулировать законодательные нормы. Как вы знаете, в парламенте сейчас рассматривается законодательство, которое предполагает изменения внести по авторским правам в интернете. И в данном отношении, конечно, мы знаем, что Википедия использует, значит, Creative Commons, и мы должны адаптировать теперь это законодательство, потому что в дальнейшем, чтобы не возникало проблем с авторами, с открытым доступом к этой информации. Очень важно, что есть понятие общественного достояния. У нас такой же проект есть Мадини Мура, да? Мы сегодня многие проекты, которые в Мадини Мура, то, что у нас в библиотеках, в энциклопедии, то, что у нас создается в учебном заведении, должны разместить, значит, в Википедии. Работа большая, планов много. Я хочу тоже поблагодарить компанию «Самрук», значит, организация «Самрук Казна», которая поддержит этот проект, очень важно. Они предоставляют помощь. Я хочу поблагодарить компанию Nokia, которая тоже оказывает поддержку. Очень важно, чтобы мы все это сделали вместе. Спасибо. Көп рахмет. Жаңа айтылғандай, шынында да бұл жоба бірден елді мемлекеттің немесе жеке бір компанияның қолымен емес, қоғамның пайдаланушылардың қолымен жасалған жоба болғандықтан бізде де жеке өздеріңіз секілді интернетке кіріп жүрген пайдаланушылардың қолдауы және қоғамдық осындай білімді жасап ұстап отырған ғылыми шығармашылық ортаның көмегі және қолдауы өте қажет. Осы ретте біз Қазақ энциклопедиясының редакциясына ерекше ризашылығымызды айтқымыз келеді. Өйткені редакция осыған дейінгі шыққан Қазақстан ұлттық энциклопедиясының 10 томдығының электронды нұсқасын бізге беріп, және оны Википедия энциклопедиясына салуға келісіп отыр, және бұдан ары қарай да жұмыс істеуімізге келісім беріп отыр. Сол себепті Бауыржан Әлімжаннан өзіңіз алдында сөйлеген азаматтардың барлығы айтты. Шын мәнінде қазір ақпарат ғасыры, ақпарат әлемі, сондықтан жаһандану кезінде біз оқшау қалып қоймауымыз керек. Ақпараттық ресурстарды тиімді өзіміздің еліміздің дамуы үшін пайдалана білуіміз керек. Осы мақсатта енді істеліп жатқан шаруалар бар әрине, бірақ соның барлығы қол жетімді емес. Жаңа парламент мәжілісінің депутаты Мұрат Әбенов айтты. Шын мәнінде ол ғылымды жасау бар да, оны көпшілікке, біздің халқымызға жеткізе білу керек. Осы ретте біз біраз жұмыстар атқарғанбыз, бірақ жаңағы
айтылып отырған Қазақстан ұлттық энциклопедиясының әмбебап 10 томдығы шығарылды біздің тәуелсіздік кезімізде. Одан басқа да салалық көптеген энциклопедиялар шығарып жатырмыз, бірақ олардың кітап түрінде шыққан нұсқасының таралымы 2000-3000 дана ғана. Бұл енді әрине әрбір кітапханаға жетуі мүмкін, бірақ соңғы кездерде мәдени мұра ұлттық бағдарламасының аясында шыққан энциклопедиялық әдебиеттерді біз электронды нұсқасын ұлттық кітапханаларға беріп отырмыз. Бірақ бұның өзі де аз. Ол жаңағы енді айтатын болсақ, жалпы әрбір ел өзінің энциклопедиясын жасағанда басты шарттары бар. Ол басты жалпы бүкіл халық сауатты болу керек. Оның кейін оны жасайтын үлкен ғалымдары болу керек, үлкен институттар, университеттері болу керек деген бір шарттар болған. Оның бәрі артта қалды. Қазіргі кезде енді біз сол жасаған дүниелерімізді халыққа қолжетімді еткізу мақсатында бірлесіп жұмыс істеуіміз керек. Вики білім деп аталатын жаңағы осы мынау қоғамдық қордың құрылуы бізді қуантады. Бұл бір жағынан біздің шығарған өнімдерімізді ғылыми сарапталған энциклопедиялық мақалаларды әлемдік интернет жүйесіне қосуға мүмкіндік береді біріншіден. Екіншіден, қазақ тілінде жасалған мақалалардың саны туралы айтылды жаңа. Осы еліміздің 20 жылдығына орай, соның 20 жылдығының қарсаңында жылдың аяғына шейін 200 мың мақалаға жеткіземіз деген меже қойылып отыр. Оған біз өз үлесімізді қосамыз. Өзімізде дайын әмбебап энциклопедиялар болсын, салалық энциклопедиялар болсын, Қазақстан ғылымы деген 2 томдық шығардық біз, балалар энциклопедиясы деген 3 томдық шығардық. Қазақстанның жер су атауларының барлығын қамтитын Қазақстан табиғаты деген 4 томдық шығардық. Мына осылардың барлығындағы мақалалардың барлығын электронды нұсқасын осы Википедияға енгізу үшін біз өз қолымыздан келген көмегімізді жасаймыз деген деп сендіреміз. Және де оның бір жақсы тағы бір айтатын дүние, соңғы кездерде мәселен энциклопедия жасау үшін энциклопедия мен Википедияны салыстыруға болмайды әрине. Википедия әрбір адам өз туралы мағлұматтарды интернетке енгізеді. Ал энциклопедия кітап болып шыққаннан кейін оның негізгі басты ерекшелігі онда ғылыми сарапталған жаңағы бірнеше қолдан өткен ғылыми сараптамадан өткен бағалар беріледі. Бірақ осының барлығында да кез келген энциклопедияны шығару мақсатында біз үлкен қиындықтарға ұрынып отырмыз қазір. Өйткені бұрынғыдай жоғарыдан жаңағы осындай энциклопедия шыққалы жатыр. Оған материалдар беру керек дегенде жоғары оқу орындары тарапынан болсын, басқа да мекемелер тарапынан болсын орындалмай жатады. Ол мақалалардың нұсқасы берілмей жатады бізге. Ал енді соған бізге материал жинақтау тұрғысында осы Википедияға жаңағы қазақша мақалалардың енгізілуі өте бізге тиімді болайын деп отыр. Осы тұрғыдан бізге өте пайдалы. Екіншіден, барлығымыздың істеп отырғанымыздың барлығы ортағыз. Ол қазақ тіліндегі ақпарат әлемін байыту. Сонда жаңағы мазмұнды материалдардың тұрғандығын тұру керек, соған байланысты жұмыстар жүргіземіз. Ал оған Америка құрама штаттарында Сан-Франциско қаласында өзінің штаб-квартирасында орналастырылған Википедияның басшыларының келуі біздің Қазақстанға және де сол жаңа айтып жатырмыз ғой, 3 тіл ағылшын, француз, неміс тілдерінде миллионнан астам мақалалар орналастырылған екен. Орыс тілінде 700 мың мақала бар екен. Біздің қазақ тілінде тек қана 20 мың мақала болуы бұл әрине біздің елдігімізге сын. Сондықтан болашақта осы мақсатты барлығымыз бірлесіп қазақ тіліндегі Википедияда орналастыратын мақалалардың санын көбейту, сапасын жақсарту мақсатында біздер жұмыс істейміз деп ойлаймыз. Рахмет. Позвольте вам представить еще одного партнера проекта «Казахша Википедия». Это акционерное общество «Казконтент». Сегодня с нами здесь Владимир Цукин. К сожалению, там Тутыкин. Извините, пожалуйста. Значит, акционерное общество «Казконтент» является партнером в этом проекте, и эта организация оказывает консультативную техническую поддержку проекта. Прошу вас. Во-первых, я хотел бы поблагодарить всех, в частности, общественный фонд Викибелин, за то, что они приняли такой на себя, приняли статус оператора, администратора этого проекта. Мы со своей стороны уже заключили договор с общественным фондом и готовы оказывать всестороннюю поддержку.
было сказано, что в принципе этот вопрос поднимается на всех уровнях. Мы со своей стороны уже тоже приняли участие. Там, в свое время мы наполняли Википедию собственными статьями и в принципе готовы работать уже в будущем по наполнению дальнейшем. Но, как показала практика, в принципе, одно только наполнение не решает вопроса для того, чтобы этот проект жил. Соответственно, было принято решение, о котором сейчас мы все знаем, это общественный фонд, который будет производить, который будет именно активно участвовать, активно вести свою активную позицию на рынке Казахстана, не только на рынке Казахстана, но и на территории Казахстана. Я думаю, что это будет хорошим резонансом, потому что сфера интернета, она не ограничивается только одним Казахстаном. Как показывает практика, очень много людей, которые проживают за территорией Республики Казахстан, они интересуются именно историей Казахстана, именно общественной жизнью Казахстана. И это показывает наша статистика, которую мы видим и являемся оператором многих таких интернет-проектов, которые связаны именно с казахскоязычным населением. Хочу отметить одну очень важную вещь, что наполнение статей не решает проблемы по большей части. Здесь хотелось бы видеть именно участие всех и каждого гражданина Республики Казахстан, потому что это очень важный аспект, и очень важно, как было сказано Муратом Абеновым, о том, что можно строить много инновационных вещей, но история Казахстана и история наших предков, она дает такой потенциал намного больше, чем какие-то машины, которые могут строиться. А интернет — это пространство, которое позволяет именно расширить эти возможности практически в рамках всего мира. Поэтому со своей стороны хотел бы сказать, и поддержать всех, не поддержать всех, а хотелось бы попросить каждого гражданина Республики Казахстан заполнить хотя бы одну статью, то есть принять свое участие. Это очень важный аспект, очень важный момент. Мы со своей стороны, конечно, готовы поддерживать профессионалов в этом уровне, в сфере интернета. Удачи нам! Спасибо. Википедия энциклопедиясы өте көлемді, өте үлкен әлемдік дәрежедегі веб жобы болып табылады. Соның ішіндегі қазақ тіліндегі тарауын дамытуда өте көп сұрақ туғызатын үлкен жоба болғандықтан біз сіздердің қолдарыңызға қазақ және орыс тілдерінде осы жоба жөнінде жан-жақты мәліметті жинақтап қолдарыңызға беруге тырыстық. Ол баспасөз хабарламасынан бөлек тағы ақпараттар бар. Сонымен бірге жаңағыларымыздың қолымызға осы жобаға мұрындық болған және басты демеуші ретінде қатысып жатқан Самұрық-қазына ұлттық әл-ауқат қорының басқарма төрағасы Тимур Құлыбаевтың атынан сіздерге осы жобаға қатысып жатқан барша адамдарға арналған хатының мәтіні келді, соны сіздерге таратып жатырмыз. Тағы бір айта қосқым келетіндігі Вики білім қоғамдық қоры Викимедиа Foundation қорымен бірлесе отырып қазақша Википедия жобасына және энциклопедияның қазақша тармағына әкімші, яғни администратор ретінде бекітіліп соған жасақталып жатыр. Сонымен бірге Википедия және Викимедиа сауда белгілерін Қазақстанда пайдалануға рұқсат алған екендігін айтқым келеді. Енді осы жоба нақты қалай іске асуы ықтимал. Жаңа сұрақтардың барлығына жауап беру үшін және қауымдастықтың жұмысын үйлестіру үшін 3w.wikibilim.kz деген сайт ашылып отыр. Ол сайт бүгіннен